Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің тыңдаушыларым. Бүгінгі ертегіміздің атауы еңбектің рақаты деп аталады. Баяғыда еңбекті сүймейтін, еріншек, жалқау жігіт болыпты. Ол күні-түні жатып алып, қалай бай болсам екен деп қиялдайды екен. Күндердің күнінде ол бір данышпан адамға жолығып, арманын, ойын айтыпты. Әлгі данышпан оңай олжа іздеген еріншек жігітке былай деп кеңес беріпті. Береке деген тау бар, ол жерде мол байлық бар, керегінше аласын. Бірақ бай болу үшін көп еңбек етіп, тер төгу керек. Оған қоса ақылында болғаны жөн депті. Бай болу жолын таптым ау деп, данышпаны осы кеңесін жадына бойтұмар етіп ұстаған жігіт береке тауын бетке алып сапарға шығыпты. Мидай жазық, сусыз шөл даланы кезіп келе жатып, бір қасқырға жолығыпты. «Жігітім, жолым болсын, қай жаққа барасың?» деп сұрапты Қасекең. «Береке тауына бара жатырмын, байлық, дәулет алып қайтамын» деп жауап беріпті жігіт. Мұны естіген қасқыр жігітке сүзіле қарап, өз өтінішін айтыпты. «Күні-түні жел жортып, сандалымен жүргенім мынау, анау-мынау кездеспей, түк таппай қалсам, апталап аш жүремін. Сол береке тауына тілегімді айтып көрші, менің де несібеме лайықтысы бар шығар» депті. Жігіт қасқырға уәде беріп, ары қарай жүріп кетіпті. Көп жүрді ме, аз жүрді ме белгісіз, бір күні беті аузы қарауытқан, сақал шашы ағарған бір шалға кездесіпті. Ол жігіттен «Жолың болсын» деп жөн сұрапты. Жігіт арманы мен мақсатын, сапарының жөнін айтыпты. Сонда әлгі қария: «Балам, менің біраз жүзімдік бауым бар еді. Күтімі жетпегендіктен бе, жөнді өнім бермеді. Береке тауынан соның жайын сұрап білші» депті. Жігіт қартқа да уәде беріп, бет алған жағына қарай жүре беріпті. Енді біраз жүріп, екі-үш қыр асқан соң аң аулап жүрген патша мен уәзірлерге кездейсоқ тап болыпты. Патша ол жігіттің береке тауына беттеп бара жатқаны білгеннен кейін: «Жігітім, сөзімді тыңда. Менің анда жүріп, атқан 10 оғымның 9-ы босқа зая кетіп жүр. Соны себебін біле келші» депті. Оған да бас изеген жігіт арып, ашып, шаршып, шалдығып, әбден титықтағанда береке тауына жетіпті. Бірақ ол таудан үміт еткен байлық та, дәулетті де кездестірмепті. Енді не істесем деп тұрғанда, үлкен бір қара тастың қуысында белі міртіккен, қояндай бүкшиген отырған бір қартты көріпті. «Енді табатын шығармын» деген үмітпен қарттың жанына барып: «Ата, мен мұнда тауға байлық пен бақыт іздеп келіп едім. Байлық түгілі бір ұрттан суға зар болып тұрмын» деп жолда жолыққан қасқыр мен бағбанның да, патшаның да айтқан аманаттарын жеткізіпті. Қария данышпан ақылды көреген кісі екен. Еріншектің етегі толмас, жалқаудың жан рақаты болмас дегендей, барлық байлық іздеген жігіттің сұрақтарына байыппен былай деп жауап беріпті. «Хайуанға айтарым, қасқыр да қас қылмайды жолдасына» деген сөз бар. Момынның қорасына шашпай, түзден өзіне тиілсін жесін. Бағбан қарияның жүзімдігінің ішінде 4 құмыра алтын көмілген екен. Менмендікке салынбай, бағбан соңғы кезде жүзімдерін жөндеп күтпеген соң, жүзім бұтақтары бет алды бойлап өсіп кетіп, өнім бермейтін болыпты. Оған соң айт, мастанбай, менменсінбей еңбек етсін. Ал патшаға келсек, ол еркек киімде жүрген бой жеткен екен. Күйеуге тиіп, тұрмыс құрса, көз ашылып, бақ қонып, атқан оғы қатесіз дәл тиетін болады. Бұл тауда байлық қайдан болсын? Байлық пен дәулетті еңбекпен және ақылмен табуға болатын енді түсінген шығарсың. Ақсақалдың сөзінен кейін жігіт ойланып қалады. Қайтып келе жатып, қыз патшаға данышпанның сөзін айтыпты. Сонда қыз патша: «Бұл сырды екеуміз ғана білейік, басқалар сезбесін. Сен мені әйелдікке ал, жұптамай жұптасайық» депті. Жігіт ойлана қарап: «Дайын асқа тік қасық болмайын, еңбек етіп, кәсіп табайын» деп одан әрі жүре беріпті. Жолда өзін күтіп жүрген бағбанға кездесіп, естіген әңгімесін болжытпай түгел айтып беріпті.
Сонда бағбан: «Бәрекелді балам, жөн екен. Жүр, алтынды қазып алайық. Менің бойжеткен қызым бар. Соған сені қосайын, ұлым бол», депті. Бұрын маңдайы терлеп, жұмыс істеп көрмеген жігіт қарияны сөзіне құлықсыз құлақ қойып, еріксіз соңына ереді. Қараусыз бақтың сәні кеткен екен. Жігіт ағаштардың түбін қопсытып, гүлдердің арасын арам шөптерін тазартып, жүйек араларына су жібереді. Аз уақытта жұпыны, сұрқай көрінген бақтың өні кіріп, ажарланып қалады. Жан-жақтан неше түрлі құстар ұшып келіп, бақ іші әсем сазға бөленеді. Жігіт: «Көмілген алтын құмаралы қайда?» деп ойланып тұрғанда жанына ай десе аузы, күн десе көзі бар бағбанның қызы келеді. Ол қауызын енді ашып, үлбірей қалған гүлдерге қызыға қарап: «Сендердің тамырларына нәр беріп, қайта тірілткен жан қандай бақытты!» деп шаттана қуанады. Сұлу қыздың мына сөзін естіген жігіт жадырап сала береді. Бақшаға су келетін арықтарды тазартып, бұлақтардың көзін ашады. Бойына бір жаңа қуат біткендей, бел шешпей еңбек етеді. Бау бақшасы жайнаған сайын өзінің бұрынғы жалқаулықпен өткен күндеріне өкінеді. Береке тауындағы қарияның көмілген алтын құмыра дегені еңбектің көзін тапқан екендігін түсінеді. Бағбанның қызына үйленіп, тату-тәтті өмір кешеді. Өзін күтіп жүрген қасқырға арнайы барып, оған да данышпанның сөзін жеткізеді. Қасқыр да ақылды хайуан ғой, содан былай өзіне қас қылмаған адамдарға тиіспей, жемтігін түзден іздейтін болыпты.